Келесі сұрақ ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам аспанға көтерілуіне қатысты мәселенің төңірегінде өрбиді. Өйткені солай барлық мұсылмандар санайды. Алайда шындығында солай болды ма, әлде бұл миғраж түрінде болды ма? Кейбір мұсылмандардың пайымдауынша, исламның пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам расымен көкке физикалық түрде көтерілгенді. Әлде бұл аян арқылы, түс арқылы болған миғраж ба? Сол кезде пайғамбарға жәннат көрсетілгенді. Менің ойымша, көрермендердің пайдасы үшін доктор Сахиб қойылған сұрақтың негізі осы мәселеге қатысты Ахмади мұсылмандары мен басқа мұсылман жамағаттарының көзқарастары қандай дегенде. Сондықтан басында қойылған екі сұраққа осы негізде жауап берген дұрыс секілді. Көкке жасалған осы сапарлар туралы білмейтін адамдарға түсіндіре кетейік. Бұл қасиетті Құранда айтылған 2 рет болған түнгі сапар. Жәбірейіл періште пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам Бурақ деген қашырдан кішірек, есектен үлкенірек ақ жануарға отырғызып әкеткен. Алғашқы сапары миғраж пайғамбарлықтың 5-ші жылы болды. Онда оны тура аспанға кетті. Ал қасиетті Құранда айтылған 2-ші сапар Исра пайғамбарлықтың 11-ші жылында болды. Бұл жолы ол жақын маңдағы мешіттен қашықтағы мешітке, яғни Палестинадағы Құддысқа, Иерусалимге жеткізілді. Сонымен Құран кәрім мен хадистерде айтылған осы сапарлардың сипаттамаларын қарастырсақ, бұл қандай сапарлар болғанын түсіне аламыз. Бұлар ұлы рухани оқиғалар болған. Ахмади мұсылмандарының көзқарасы бойынша, ал бұл көзқарас қасиетті Құран мен хадистердің көзқарасы. Біз өз дәлелдерімізді соларға негіздейміз. Сондықтан біз бұны ойдан шығарған жоқпыз. Біз бұны бізге нұсқаулық үшін берілген осы 2 дерек көзден аламыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көкке жасаған алғашқы сапарында қат-қат аспанға көтеріліп 6-шысына жеткенде, оған лотос ағашымен белгіленген шекара көрсетілді. Бұл ағашты әдетте егіншілер өз жерлерінің шекарасын белгілеу үшін қолданады. Сонда періште, бұдан ары бара алмаймын, өйткені Алла бұның ар жағында деді. Ойымызға келетіні, біз Алла тағаланы жағрафиялық өлшемдермен шектей аламыз ба? Әлде Алла әрдайым барлық жерде бар ма? Сонымен дәл осы көзқараспен қарасақ, бұны, яғни осы жерден Құдай тағаланың физикалық шекарасы басталады дегенді физикалық мағынада емес, рухани мағынада түсіну керектігін айта аламыз. Өйткені біз бәріміз Алла тағалаға жаратылыстардың ішіндегі ең жақындардан болғымыз келеді. 6-шы аспанда сол жерден тек Алла ғана, тіпті Жәбірейіл де одан әрі өте алмайды. Демек, бұл өте жоғары сипаттағы рухани оқиға екенін түсінуіміз керек. Осы сапарында Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам басқа пайғамбарлармен кездескен. Оған сол кезде парыз намаздар әмір етілген, және солай болды да. Сондай оған бір кемпір көрсетілді. Ол кіржиіп қаусаған кәрі кемпір түрінде көрінді. Бұндай сипаттамаға кешірім сұраймын, бірақ мен барынша жақсырақ айтуға тырыстым. Сонымен бұл жердің бейнесі болып шықты. Періште пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам, бұны не екенін білесің бе? Бұл жер деді. Сонда жер өзінің физикалық табиғатында қаусаған кәрі кемпірге айналып кетті деп қалай айта аламыз? Және сол кезде өзінің табиғи болмысында жермен не болды? Бұл феномен физикалық емес, яғни пайғамбардың өні емес, бұл рухани құбылыс екенін айқын анықтай аламыз. Енді 2-ші сапарға, Исраға келейік. Бұнда жай ғана мынаған, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жақын маңдағы мешіттен қашықтағы мешітке, яғни Иерусалимдегі Аль-Ақса мешітіне жеткізілуі және сонда намазға имамдық етуіне назар аударайық. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам заманында сол жерде Аль-Ақса мешіті болмаған. Демек, сол кезде физикалық тұрғыда Аль-Ақса мешіті болмаса, онда пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам намаз жүргізген сапары қалайша физикалық болуы мүмкін? Аль-Ақса мешіті Әзіреті Омардың радиаллаху анху халифаты заманында салынған. Сонымен бұдан біз бұл оқиғаның өте жоғары деңгейде болған рухани тәжірибе екенін айқын анықтай аламыз.
Шынында да ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екінші сапары туралы айтқанда қасындағы сахабаларына Иерусалимді анық және дәл сипаттағаны соншалықты, ол адамдарға шынымен де Иерусалимге барып көргендерін есіне сақтап келгендей сезілді. Алайда Құдай тағала өзінің ерекше даналығымен бұның барлығын пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам есіне, жүрегіне сіңдірген. Сондықтан ол шынымен де сонда болғандай сипаттай алды. Сондықтан бұл рухани оқиға болған және оның табиғаты физикалық болған деп оның мәнісін төмендетпеуіміз керек. Алла разы болсын. Сіз білесіз, аяндарда заттарды дәл сол күйінде көре алатыныңызды. Кейде тіпті бір нәрсенің дәмі туралы айта аласыз. Оның физикалық дәмі қандай болса, түсіңізде не аян кезінде сол дәмін сезе аласыз. Демек, бұл да оған берілген аян болған. Оның дәлелі осы оқиғалар баяндалған хадистерде. Тіпті бір хадистің соңында сүм әстақида, яғни ол сосын ұйқысынан тұрды делінеді. Сондықтан бұл оның өнінде емес, түсінде рухани көрген оқиғалар екенін анықтайды. Бірақ хадисте өте анық болса да, неге адамдар бұны оның өнінде болған физикалық оқиға деп ойлауы керектігін білмеймін. Біз бұл оқиғаны хадистерден алдық, ал хадистің соңында оның ұйқыдан тұрғаны айтылады. Сондықтан бұл аян болғандығын айтады.